Нұрлықан Бекболсын атындағы Маңғыстау энергетикалық колледжінің тарих пәні оқытушысы Батырғалиева Айзада Қалдыбекқызы. Бүгінгі тақырып Ақ Орда қазақ хандығының негізі. Бүгінгі сабақта білім алушылар Ақ Орда мен қазақ хандығының тарихи сабақтастығын фактілерін анықтайды және талдайды. Жалпы Ақ Орданың құрылуына келетін болсақ, Ақ Орда Алтын Орда саяси дербестігін алған бірнеше хандықтарға бөліне бастаған уақытта Қазақстан жеріне Ақ Орда деп аталатын жаңа мемлекет пайда болды. Ақ Орда Қазақстан аумағындағы моңғолдардан кейінгі құрылған алғашқы мемлекет. Орталығы Сырдария өзенінің орта ағысы бойында орналасқан Сығанақ қаласы болды. Жер аумағы 1242 жылы Батый ханның Еуропаға жасаған 7 жылдық жаулап алу жорықтарына қатысып, моңғол күштерінің сол қанатының басқарған Орда ежен Алтын Орда мемлекетінің шығыс бөлігін Алтай таулары мен Ертіс, Жайық өзендерін, Балқаш көлін, Сырдария алқабы мен Арал теңізінің солтүстік деңгейінгі ұлан байтақ өңірді өз үлесіне қосып алды. Этникалық құрамы Ақ Орда жергілікті түркі тілдес ұру тайпалардан құрылған патриархалдық феодалдық мемлекет. Ақ Орданың этникалық негізі бірыңғай еді. Оның құраған халық сол өңірде ежелден тұрып келе жатқан қыпшақтар, қоңырат, арғын, алшын, қаңлы, керей, үйсін, найман тайпалары болды. Жошы ұлысы оң қанат және сол қанаттан тұрды. Оң қанаттың билеушісі Батый хан территориясы Дешті Қыпшақтың солтүстігі мен батыс жеріне дейінгі аралықты қамтыды. Оң қанатты Алтын Орда деп атаймыз. Жошы ұлысының сол қанаты билеушісі Орда ежен болды. Сол қанаттың жер аумағы территориясы Дешті Қыпшақтың шығыс бөлігі аралықты қамтыды. Сол қанат бізде Ақ Орда деп аталды. Ақ Орданың дербес мемлекет ретінде қалыптасу үрдісі 4 кезеңге бөліп қарастырамыз. Бірінші кезең Ақ Орда алғаш шаңырақ көтеріп, Алтын Ордамен саяси қарым-қатынас қалыптасқан жылдарды айтамыз. Ол аралық 1224-1243 немесе кейбір деректерде 1245 жылдарды аралығын қамтиды. Екінші кезең Ақ Ордадағы Орда ежен ұрпақтарының ел дербестігі үшін жүргізген күрес кезеңі 1250-1370 жылдар аралығын қамтиды. Үшінші кезең Орыс хан билігі, Әмір Темір шапқыншылығы қарсаңындағы Ақ Орда 1370-1405, кейбір деректерде 1413 жылдар деп қарастырады. Төртінші кезең Орыс хан ұрпақтарының Әбілқайыр билігіне қарсы жүргізген күресі. Нәтижесінде Ақ Орда атауының қазақ хандығы атауымен қайта жаңғыруы. Бұл кезең 1428-1465-1466 жылдар аралығын қамтиды. Ақ Орданың ішкі сыртқы саяси жағдайына келетін болсақ, батыс, түрік, түргеш, қима, қыпшақ дәуірінен басталған қазақ халқының өз алдына халық болып қалыптасуы осы Ақ Орда дәуірінде үздіксіз дамыған болатын. Моңғол шапқыншылығының аса ауыр зардаптарын әкелгенімен халықтың дамуын тоқтатқан жоқ. Қайта қазақ тайпаларының бытыраңқылығын өзара қырқысын толассыз қан төгісі жойылып, оларды бір мемлекет Ақ Орданың қол астына топтастырды. Ақ Орда 240 жыл өмір сүрді. 14 ғасырдың аяғы 15 ғасыр басында сыртқы саяси жаулар мен ішкі қарсыластар кезінде Ақ Орда әлсіреп кетті. Ақ Орданың әлсіреу себептері Әмір Темірдің тонаушылық жорықтары және ішкі татыстар жағдайы болған болатын. 14 ғасырдың екінші жартысында Алтын Ордада аласапыран төңкеріс басталды. 60 жылдар өзінде мемлекеттің астанасы сарайда бір жыл ішінде 4 хан ауысты. Талас тартысты пайдаланған Ұрыс хан Ақ Орда билігін өз қолына алады.
Ерзан хан тұсында қазақ ханының қалалық мәдениеті дами түсті. Отырар, Сауран, Жент, Башы Кент сияқты қалаларда мешіт, медреселер салдырып, Сығанақ қаласын Орта Азия мен Шығыс Тепші қыпшақтардың арасында басты сауда орталығына айналды. Жоғарыда аталған Ақ Орда билігін өз қолына алған Ұрыс хан Сығанақ қаласында өз атына теңге соқтырған болатын. Ақ Орданың шаруашылығына келетін болсақ, көшпелі және жартылай көшпелі мал шаруашылығы және диқаншылық жер шаруашылығымен айналысқан болатын. Көшпелі және жартылай көшпелі мал шаруашылығын Алтай, Ұлытау, Орал тауларында, ал диқаншылық жер шаруашылығы Сығанақ маңайы мен Сырдария аңғарындағы тұрғындар көптеп шаруашылықпен айналысты. Ақ Орданың отырықшы аудандарында жерді шартты түрде иелену мен жеке меншіктің түрлері қалыптасты. Көшпелі аудандарда мал шаруашылығы кеңінен дамыды. Ақ Орданың еңбекші халқы қандар мен ақсүйектер пайдасына құшыр, зекет, тағар тәрізді салықтар төлеп, әртүрлі парыз қарыздарды да өтеп отырған. Ақ Орданың мәдениетіне келетін болсақ, жалпы Ақ Орданың қалалық мәдениеті Ерзен ханның тұсында дами түсті. Хан Отырар, Сауран, Жент, Башы Кент сияқты қалаларда мешіт, медреселер салдырды. Сығанақ қаласын Орта Азия мен Шығыс Тепші Қыпшақ аралаған басты сауда және қолөнер орталығына айналдырды. Бүгінгі сабақты қорытындылай келе, жалпы Ақ Орда алғашқы қазақ мемлекеті болды. Моңғол мемлекеттің ыдырау дәуіріндегі үш мемлекеттің Ақ Орда, Әбілқайыр хандығы және Моңғолстан арасындағы оқиғалар сабақтастығы қазақ хандығының құрылуына әкелді. 15 ғасырдың соңы мен 16 ғасырдың бірінші жартысында қазақ хандығы ұлы дала мен орталық Азиядағы өте күрделі әскери саяси жағдайлардан аман шықты. Сыртқы басқыншылық пен билік үшін ішкі күреске қарамастан қазақ мемлекеттігі сақталды. Рахмет. Бүгінгі сабақ осымен аяқталды.